Yunusbekova'nın söz gene sana kemsiliği, Abay çıkarmalarındaki adresatlık kurulum ve alometrik malına aslı bilgilisini sunmak üzere sözü kendisine bırakıyorum. Rahmet. Армысыздар, бүгінгі симпозиумға қатысушылар, қымбатты ғалымдар. Бүгінгі менің тақырыбым ол Абай шығармаларындағы адресаттық құрылым және әлеуметтік мағына болып табылады. Мен осы симпозиумда алғашқы сөзді біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласының әлемдік мәдениеттің тұлғасы бөліміндегі сөзімен бастағым келді. Қазіргі өркениетті мемлекеттердің барлығы дерлік шоқтығы биік тарихи тұлғаларымен мақтана алады. Олардың қатарында саясаткерлер, мемлекет және қоғам қайраткерлері, қолбасшылар, ақын жазушылар, өнер және мәдениет майталмандары бар. Қазақ жұрты да бір туар перзенттерден кем емес. Солардың ішінде Абайдың орны ерекше. Ғұлама Абай қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі адамзат баласына ақыл-ойдың жемісін сыйлады деп, Абайдың ой тұжырымдарының ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтпайтындығын айтты. Себебі бүкіл адамзат баласының рухани азығының ақын мұрасында көрініс беретіндігі қазіргі таңда дәлелденіп отыр. Абай шығармаларындағы білім мен имани гүл, өлшеу мен құндылықтар, тыңдаушы концепциялары әлемдік деңгейдегі ірі тұлғалар тұжырымдарымен үндесіп жатқандығын қазіргі білім мен ғылым, мәдениет интеграциясынан анық көріп отырмыз. Абай шығармаларын, яғни сөзін зерттеген сайын оны қабылдау деңгей түрліше болуда. Жалпы белгілі бір тұлғаның мұрасын, яғни шығармасын, немесе оның сөзі деп қабылдайтын болсақ, оның адресаттық құрылымын анықтауға, адресанттың әлеуметтік тобын көрсетуге, адресат сөзінің әлеуметтік мәнін жіктеп ашуға болады. Бәрімізге белгілі коммуникативті актіде хабар таратушы, хабар алушы, жазушы, оқушы, айтушы, тыңдаушы, процедент, реципиент, адресант, адресат деген құрылымдар бар. Сөйлеу қатысымындағы коммуникацияны адресант пен адресат десек, мәтін мен жазбаша коммуникациясында автор мен оқырман дейміз. Абай да бұны айтушы мен тыңдаушы деп коммуникацияның негізгі иелерін көрсетіп кеткен. Автор мәтін немесе сөз арқылы екінші адамға әсер етіп, жаңа